Мегада осындай әдемі аюларды тегін беріп жатыр екен. Ол қалай десеңіз, TikTok қарап отырсам алдымнан бір видео шыға келді. Мегаға барып, осы жерде көрсетілген QR кодты сканерлеу арқылы ойыншық ұтып алуға мүмкіндік бар екен. Опа, ендеше мен барамын дедім да жүгіріп кеттім. Ал мендегі look of the day осындай. 6 секундта осылай тезірек боянып алдым, шашымды да тарап алдым. Балам да менен қалыспай осылай боянып жүр. Күйеуімді балама тастадым да, дұрыстап қара дедім да, пока-пока деп үйден шығып кеттім. Алланың бере салған Toyota Pradosымен енеміз екеуміз жолға шығып кеттік. Аман есен Мегаға жетіп алғаннан соң енемді фотоға түсірдім. Ол кісі де мені ол айда бұл айда суретке түсірді. Сол жерден бір нәрсе сатып алатын адам құсап, 5-6 магазинге кіріп аралап шықтық. Золотой яблокаға да кіруді ұмытпадық. Қыздар, бұл жерге кірсеңіздер тегін боянып аласыздар ғой. Үйден туш жақпай шығып едім, мен де мына жерге келіп кірпігімді бояп алайын дедім. Апа екеуміз тамақ ішу үшін Меганың төбесіне шығып кеттік. Біз сияқты қарнашқан адамдар өте көп екен. Мен барып тапсырыс беріп келдім, және барып алып келдім. Осындай нанның бетінде жұмыртқа қуырып берді. Өте дәмді сияқты көрінеді екен, иә. Оның дәмін көрейін деп аузыма салып бір тістесем, осындай созылып жатқан бір нәрсе, ол не деп түсінбей көзім бақырайып қарап тұрмын. Одан кейін ыстық шайдан ішіп жіберейін деп дәмін көрейін десем, суып кетіпті. Ойба, не деген суп шай берген маған деп жыным кеп қалды мына жерде. Оны қоя берші деп далаға шықсам, осылай бұғылар, аюлар маған привет деп тұр. Жолай смолға соғып, осындай батоннан алдым, сосын жаңа сәбіз алдым, картошка алдым, әйтеуір бірдеңе-сірдеңе алдым, сосын 2 штук осындай бағанағы өзіміз жеген нәрсені ұлыма әкеп берсем, ол рахаттанып тұрып жеп алды. Қой, сағат 6-дан кетіпті ғой деп ужин жасауға кірістім. Жуа мен сәбізді, картоппен піскен етті салып, осылай араластырып, үстінен аздап макарон салдым. Ал менің пловым дайын болды. Ал сендер осындай плов жеп көргенсіңдер ме?